Түркістан облысы, Арыс қаласы, Мұхтар Әуезов мектеп-гимназиясы, география пәнінің мұғалімі Сүттібаева Гүлзия Жадырасынқызы. География 7-ші сынып. Саламатсыңдар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы дүниежүзі елдері, дүниежүзі елдерінің физикалық, географиялық жағдайы. Сабақтың мақсаты Қазақстандық компонентті қосымша қамту негізінде елдерді географиялық орнына байланысты топтастыру. Олай болса, балалар, келесі бейнебаянға назар аударайық. Дүние жүзінің саяси картасы өлшемі әртүрлі, түрлі пішінді бөлшектерден тоқылған түрлі түсті кілемге ұқсайды. Бір қызығы, дүние жүзінде қанша ел бар деген сұраққа дәл жауап жоқ. Мүмкін картаны жайып қойып санаған дұрыс болар, бірақ бұл оңай емес. Мәртебесі айқын емес, мысалы, әртүрлі танылмаған мемлекеттер, автономиялар немесе таласты жерлер секілді көптеген территория бар. Нақты айта алар дерек, дүние жүзінде толықтай танылған және шекаралар нақты белгіленген 194 тәуелсіз мемлекет бар. Кейбірін айтып өтелік. Жер көлемі бойынша ең үлкен ел Ресей, екінші орында Канада, кейінгі орында ақш тұрса, Қазақстан тәуелсіз мемлекеттер ішінде 9-шы орынға ие. Біздің жеріміздің көлемі 2.724.902 шаршы километр. Ең кіші мемлекет Ватикан. Бұл қала Рим қаласының ішінде орналасқан. Ватикан мемлекеті нақты айтқанда Италия территориясында. Дегенмен ресми түрде дербес саяси мемлекет болып саналады. Оның жер аумағы 4,5 шаршы километрден сәл кемдеу. Онда Рим папасының католик шіркеуінің резиденциясы орналасқан. Көптеген арал мемлекеттер бар. Мадагаскар, Куба, Кипр, Шри-Ланка, Исландия ірі аралдарда орын тепкен. Кішкене құрлықтар атолдарда қысылып қымтырыла орын тепкен мемлекеттерде бар. Мысалы, Тынық мұхитындағы Кирибати немесе Тувалу. Егер мемлекеттер тізімін халық саны бойынша құрар болсақ, алғашқы орында сөз жоқ Қытай тұрады. Қытайда 1,4 миллиард адам бар. Яғни әлемдегі халықтың 5-тен бірі. Келесі ел Үндістан. Одан кейінгісі ақш. Қазақстан бұл тізім бойынша 64-ші орында. Біздегі халық саны 17 миллион. Ал адам саны ең аз мемлекет тағы да Ватикан. Оның тұрақты тұрғындарының саны 800-ден аспайды. Елдер басқару құрылымы бойынша да ерекшеленеді. Басқарудың екі түрі бар. Біріншісі монархия. Ондай мемлекеттерді корольдер мен князьдер басқарады. Мысалы, Ұлыбритания, Бельгия, Таиланд, Марокко, Йордания, Сауд Арабиясы, тағы басқа елдер. Екінші түрі республика. Олар президенттік және парламенттік болып бөлінеді. Оларға Қазақстан, Ресей, ақш, Германия, Франция, Куба, Қытай, тағы басқалары кіреді. Біздің еліміз президенттік республика. Елді халық таңдау бойынша сайланған президент басқарады. Дүние жүзінің саяси картасында тәуелсіздігі ішінара мойындалған мемлекеттер территориясы да бар. Оларды тәуелсіздігі танылмаған мемлекет деп атайды. Оларға Абхазия, Палестина автономиясы, Косово, Таулы Қарабақ, Оңтүстік Осетия, Тайвань және тағы басқалар жатады. Мұндай таластар көп ретте соғыстар, жергілікті қақтығыстар немесе төңкерістерден кейін пайда болады. Сондай-ақ, әлемде мәртебесін мүлдем анықтай алмайтын, елдің бар не жоқ екендігін айқындай алмайтын жерлер бар. Ең қызығы мысалы Силен. Оны тіпті виртуалды мемлекет деп атайды. Ол Ұлыбритания жағалауынан 10 километрде жерде солтүстік теңізде орын тепкен. Атауы теңіз жері деген мағынаны бергенмен, Силенттің мүлдем жері жоқ. Ел ашық теңіздегі платформада орныққан. Бір кездері бұл территория Ұлыбританияға тиесілі болған. Бірақ екінші дүниежүзілік соғыстан соң адамдардың шағын тобы осы платформаны басып алып Силенд князьдігі деп жариялаған. Аумағы бар болғаны 550 шаршы метр. Дегенмен Силендтің өз туы, тіпті валютасы, сондай-ақ министрлігі мен билеуші князі бар. Олармен бірге бар болғаны 5
Олай болса, әлем елдерін топтарға бөлу критерийіне назар салайық. Алып жатқан ауданына, халық санына, географиялық жағдайына, экономикалық дамуына және басқару формасына қарай. Ал балалар, мына суреттер мен терминдерді сәйкестендірейікші. Жарайсыңдар балалар, сендер бәрін дұрыс сәйкестендірді деп ойлаймын. Ендеше бірге тексерейік. Материкшілік: Австрия, Чехия, Армения; түбектік: Италия, Норвегия, Үндістан; аралдық: Индонезия, Мадагаскар, Ұлыбритания; мұхит жағалаулық: Ресей, Германия, ақш; архипелагтық: Жапония, Филиппин. Елдерді топтастырудың ең көп тараған түрі жерінің ауданына қарай топтастыру. Кәне балалар, топтастырайықшы. Жарайсыңдар балалар, сендер бәрін дұрыс топтастырды деп ойлаймын. Олай болса, алдыңғы 7 елге назар салайық, я? Картадан қарап, мұқият жаттап алайық. Олар: Ресей, Канада, Америка құрама штаттары, Қытай, Бразилия, Австралия және Үндістан. Келесі: территориясының ауданына байланысты елдің топтары: алып, үлкен, маңызды, орта, кішкентай, шағын, ұсақ мемлекеттер. Бірінші тапсырма: толық мәтінмен жұмыс жасай отырып, кескін картаға материкшілік, жағалаулық, түбектік, аралдық, архипелагтық және жер көлемі бойынша мемлекеттерді белгілеу. Келесі тапсырма: Қазақстанның географиялық жағдайының артықшылығы мен кемшілігін түсіндіру, кемшіліктерін жою жөнінде идеялармен бөлісу. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыз.